Имам Ибн Аль-Джаузи мына оқиғаны баяндайды. Бір игі жан бір ауылда немесе бір қалада өмір сүреді. Сол қаланың тұрғындары жаппай бір ағашқа құлшылық жасай бастайды. Олар ол ағашты қасиетті деп, оны құдай санайды. Сөйтіп, көпшілік сол ағашқа барып, оған сәжде жасап, оны айнала тәуаф етіп, оған құрбандық шалатын болған. Білесіздер ғой. Кім зұлымдықты көрсе не істесін? Өзгертсін. Сөйтіп, сол қаладағы иманды жан бұл зұлымдықты өзгертуді қалайды. Бұл Аллаға серік қосу, бұл үлкен күнә, бұған қарсы бір шара қолдануым керек. Адамдарды бұл апаттан құтқару үшін, адамдармен талас тартысқа түспей, түнгі уақытта барлық адам ұйықтап жатқанда балтасын алып ағашты шауып тастауды жөн көреді. Сөйтіп, ол кісі түнде ағашқа қарай келе жатқанда, ол кісі кімді кездестіреді, білесіздер ме? Адам кейпіндегі шайтанды жолықтырады. Шайтан оған «Қайда жол тарттым?» дейді. Жаңағы адам «Ағашты шауып тастауға бара жатырмын» дейді. «Жоқ, бармайсың». «Барғанда қалай? Барамын». «Саған ол жаққа жол жоқ». «Ешкім кедергі бола алмайды маған». Сөйтіп екеуі алыса-жұлыса кетеді. Иман келтірген жан жаңағы шайтан кейпіндегі адамды жерге алып ұрады. Шайтан бір айласын асыра алмаса, ол басқа жолдарды қарастырады. Ол өте қу. «Саған бір нәрсе айтайын, сен тақуа, игі жан екеніңді көріп отырмын. Ал ағашқа табынатын адамдар, адасушылар, олар тозаққа барады. Мен саған жақсы нәрсені айтқым келіп отыр. Қазір үйіне бар, енді бұдан бұлай жұмыс істемейсің. Әрбір күні мен саған 2 динардан қалдырып отырамын. Ал сен болсан, үйінде алаңсыз Алла Тағалаға құлшылық жасайсың. Себебі бұдан бұлай жұмыс істеудің қажеті жоқ болады. Ағашқа табынатындар әлде қашан адасып кеткендер. Олар Аллаға серік қосып қойды. Не үшін оларды уайымдайсың?» Бұл сөздерді естіген адам ойланып қалады. Егер ілімді адам болғанда, ол бұл тұзаққа түспес еді. Ілімді адам өте көп құлшылық жасайтын 1000 адамнан артық, және ілімді адамды шайтан жеңе алмайды. Тек құлшылық жасайтын адамның азантай ғана ілімі болса, оны шайтан әп-сәтте адастырады. Оны ойыншық қылып ойнайды. Егер бұл адам ілімді болғанда, ол динар, дирхамға алданбас еді. Себебі адал кәсіп жасау Алла Тағалаға құлшылық ету болып саналады. Адал табыспен жанұянды қамтамасыз етсең, бұл құлшылық болып саналады. Бірақ бұл кісі шайтанға алданып қалады. Шайтан айласын асырып, бұл адамды тұзағына түсіреді. Сонымен жаңағы адам үйіне келеді. Бірінші күні таңғы уақытта үйінен 2 динарды табады. Екінші күні де 2 динарды табады. Ал үшінші күні ешқандай ақшаны таппайды. Неге ол уәдесін бұзды? Болды, бүгін түнде балтамды алып, қасиетті санайтын ағаштарын шауып тастаймын. Сонымен түнде жаңағы кісі балтасын алып, бағанағы ағашты шабуға аттанады. Оның алдынан кім шыққанын біліп отырған боларсыздар. Шайтан шығады. «Қайда барасың?» «Құлшылық жасалатын ағашты шабуға». «Ары қарай сені өткізбеймін». «Өткізгенде қалай? Өтемін». «Саған жол жоқ». «Жолды табамын, барамын». Сөйтіп екеу қайтадан төбелесе кетеді. Бұл жолы шайтан оны жерге алып ұрады. Шайтан үлкен басымдылықпен оңай жеңіп тастайды. Жеңілген адамның басы қатады. «Алғашқы рет жолыққанымызда мен сені оңай жеңіп тастадым. Ал бұл жолы сен мені жылдам жеңдің. Бұл қалай?» Сонда шайтан оған: «Алғашқы рет төбелескенімізде сен Алла үшін төбелестің. Ал екінші рет сен 2 динар үшін, тиын-тебен үшін төбелестің ғой», дейді. Түсінікті ме, бауырлар? Егер Алла Тағалаға толығымен бойсұнсаң, білімді болсаң, сен шайтанды жеңе аласың. Ол туралы Алла Құранда анық баяндаған. Ол шайтанға: «Инна ибади лейса лака алейхим султан». Менің құлдарыма, маған бойсұнатындарға, сен оларға ешбір зиян келтіре алмайсың деген.